Саламатсыздар ма? Бүгінгі бізге берілген есептің шарты массасы 4,6 грамм натрийді 150 грамм суда еріту арқылы алынған ерітіндідегі натрий гидроксидінің массалық үлесі қандай? Ең алдымен біз есептің берілген жазамыз, яғни натрийдің массасы 4,6 граммға, судың массасы 150 граммға тең. Бізге натрий гидроксидінің массалық үлесін табуымыз қажет. Алдымен реакция теңдеуін жазып аламыз. Яғни натрийге суды қосқанымызда бізде натрий гидроксиді мен сутек бөлінеді. Ең алдымен біз ерітіндінің массасын табамыз. Яғни ол үшін еріген заттың массасына еріткіштің массасын қосамыз. 4,6 граммға 150 граммды қосқанымызда 154,6 грамм шығады. Натрийдің зат мөлшерін табу үшін массаның молярлық массаға бөлеміз натрийдің, яғни 4,6 граммды 23 грамм мольге бөлеміз. Сонда бізде 0,2 моль шығады. Натрийдің зат мөлшері, яғни натрий гидроксидімен бірдей 0,2 мольге тең. Келесі біз натрий гидроксидінің массасын табамыз. Ол үшін зат мөлшері мен молярлық массасын көбейтеміз. 0,2 мольге 40 грамм мольді көбейткенімізде 8 грамм шығады. Келесі біз натрий гидроксидінің массалық үлесін есептейміз, яғни натрий гидроксидінің массасына ерітіндінің массасын бөліп 100%-ға көбейтеміз. 8 граммды 154,6 граммға бөліп 100%-ға көбейткенімізде 5,17% шығады. Жауабымыз, яғни натрий гидроксидінің массалық үлесі 5,17%.